қара зеремен осы қымыздан мен тұмауым жазылды. Плюс күміс су. Күні бойында еще мен үзбей на магний суды мен күнделікті ішіп отырмын. 1 литр суға 1 колпашок қосып алам да, күні бойы ішіп отырдым. Егер кешкісін, мысалы, асқазан дұрыс тамақ қорытпай тұрса, 1 бокал суға 1 колпашок қосам да, нан ішіп. Тамақ сіңуіне де өте күшті көмегі көп магнийдің ше. Сондықтан осы өнімдердің барлығын қолдана отырып, мен денсаулығымды жақсарттым деп. Мысалы, өнімдер сізді қызықтыратын болса, сіздің сұрақтарыңыз бар болатын болса, қойып сұрасаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, лайк басып отырайық. Эфирдің соңына дейін отырайық, эфирден шықпайық. Эфирдің соңында айтылатын нәрсе көп. Нұртайға рахмет лайкыңызға. Енді қараңыз, күміс суға келгенде, мысалы, және асқазанында жарасы бар адам келген болатын, маған осы күміс судан 3 осындай күміс су ішіп, қайтадан УЗИ-ға барып түскен кезде осы асқазанындағы жара кетіп қалды, мысал ретінде.